2025-те мен 4 күнделік толтырыппын. Күнделік дегеніміз не? Күнделік деген ана күнделікті тапсырмалар, задачаларды жазатын нәрсе емес. Мен үшін ол деген мен мынандай ішкі ойларымды ақтаратын, таңертең оянғанда немесе жатардың алдында жазатын ойларымның осындай жинағы десе де болады. Күнделіктерді 2022 жылдан бері жүргізіп келе жатырмын. Сонда 22, 23, 24 4 жыл болды ма не? Мәссаған күнделік жүргізіп келе жатқаныма. Мынау тек осы жылы толтырған нәрсем. Ең қызығы, кейде күнделік ол андай time machine сияқты бір жыл бұрынғы уақытқа бара аласың. Мысалы, жақында 31 желтоқсан, бір жыл бұрын 24 жылы жазған ойларымды оқыдым, жаңа жылға жоспарларымды көрдім. Кейбіреулері дәл орындалыпты, кейбіреулері мүлдем вообще орындалмаған. Кейде асылаясы бұрынғы ойларыңды ақтару қызық. Кейде өз өміріңде циклдерді байқау қызық. Білесіздер ме, қайталанатын нәрселер. Және жалпы күнделік жазу мені кішкене тереңірек ойлауға шақырады. Өз ойларымды, эмоцияларымды сырттан қарауға көмектеседі. Сол үшін егер жазып көрмесеңіз, осыға дейін жазып көріңіз. Maybe you'll enjoy it too.